Баршаңызға сәлем. Аудиокітап таң шапағатынан үзінді. Ерте тұрған әйелдің бірі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деген мақалдың мағынасы біз ойлағаннан да терең болса керек. Соңғы минутқа дейін төсектен тұрып кетуді кейінге ысырап берсеңіз, онда былай деп ойлап көріңіз. Төсектен тұрғыңыз келмеуі өмір сүруге қарсылық көрсеткеніңіз, оятқыштың қайталауынан басқан сайын бүгінгі күннің бастауына назарлық танытқаныңыз, арман еткен өміріңізді жасауға қарсы болғаныңыз. Оятқыштың дыбысына жоқ, тұратын уақыт болыпты ғой, ояну керек, бірақ тұрғым келмейді, тұрмай-ақ қояйыншы десеңіз, мұныңыз шындығында да өз өмірімен өмір сүргім келмейді, толыққанды ғұмыр кешуді қалаймын дегенді білдірері сөзсіз. Күйзеліске ұрынған адамдардың көбі таңғы мезгілге ең ауыр уақыт екенін мойындайды, үреймен оянады. Неге десеңіз, кейде жек көретін жұмысы үшін, кейде ынтымағы жоқ қарым-қатынасы үшін кейбір адамдар айтарлықтай себеп болмаса да өзін таңертең жайсыз сезінеді. Әрине, мұның бәрі күйзелістің кесірі. Күйзеліс адамның психикасы мен санасына қатты әсер ететіні белгілі емес пе? Ал таңғы уақыттағы көңіл-күй күннің қалай ететініне әсер етеді. Жүре келе бұл тұйық шеберлерге айналады. Уайым-қайғымен оянған адам күні бойы сол уайымның әсерінен арыла алмай жүреді. Ұйықтар кезде алаңдаумен, күйзеліспен, жатар болса меналогиямен үздіксіз жалғасып, үсті-үстіне қайталана береді. Мұндай кезде адам тұнық оймен, қуатты құлшыныспен, ішкі күштен айырылады. Ал мұның барлығы күн сайын нақты бір мақсатқа арнайы берілетін жан байлығы. Оянуға қарсылық таныту күн сайын ғаламшарға тұрмасам екен, өзім қалаған өмірді жасасам екен, төсекте жата бергім келеді, ештеңе сезгім келмейді деген белгі береді. Егер сіз күн сайын жұмысқа кешікпесем, сабақтан қалмасам, сізге мұқтаж туыстарыңыз бен жақындарыңызға көмектесуге кешікпесем болды деп соңғы минутқа дейін төсекте жата беретін болсаңыз, ал үйге келген соң ұйықтар уақыты таяғанша тек теледидар алдында отырсаңыз, мен де солай етуші едім. Онда сізге сұрағым бар. Өзіңіз қалаған, арман еткен лайықты денсаулық, бақыт, махаббат, байлық, еркіндік деңгейіне жететін адамды өз бойыңыздан қалай, қашан тәрбиелейміз және оған қалай жетеміз? Өмірді ойламау үшін жаттанды қимылдарды ойсыз қайталай бермей, шын мәнінде қалауыңыздағы өмірді қашан сүресіз? Егер сіздің фәни дүниеңіз өзіңіз арман еткендей болуы мүмкін десем сенер ме едіңіз? Өміріңізді өзгерту үшін, арман мақсатыңыз орындалу үшін бүгіннен артық күн тумас. Өзіңізді ескі қалпыңыздан бас тартып, армандарыңызға, бейнеңізге айналуды бастаңыз. Ал сол адамға қалай айналуды қазір қолыңыздан ұстап тұрған кітаптан артық үйрететін кітап жоқ.